Мінекей мұнда Самал Бегалинова келді, күліпке кетіп тұр. Мені қазір үйге барыңыз, солай-солай, ертең, бүгін болмайды, сондай шаруа. Мына біреу енді айтып отыр, басқа есіктен кір, қайда енді мен білмеймін, екінші сорт адамдар кіру керек, мен солай ойлаймын, өйткені мұнда барлық өздерінің адамдары, басшылары кіреді, бізге енді кіруге рұқсат жоқ. Мына есіктен неке көрдіңіз, олар кіреді де шығады. Мен бұлардың басшысына да звондадым, Нұрқасы деген, бірақ та мұнда кіруге жоқ. Енді мен мұнда отырамын, маған осы есіктен рұқсат бермейінше, мен мал болғым келмейді. Сқақов, естіп тұрсың ба? Мен мал емеспін, сен орныңнан кет. Бізді мал қылған сен орныңнан кет. Мына жерден кіруге де рұқсат бермейсің. Тілді қаншама уақыт болдырмай тұрсың. Сенің қол астындағы күліпке кетіп Бегалинова келді. Құрманова өтірікші бұғып қалды. Кезекті Филькина грамотаны жіберді. Мөрсіз, датасыз, негізгі келісім шартқа сілтемесіз. Мінекей осындай масқара болып жатыр. Қазір мінекей сағат 7 болып жатыр. Мен осында отырам. Құрманова шықпаса, Сқақов шықпаса, маған жаңағы қосымша келісім шарттарды нетпесе, тым болмаса мені осы есіктен барлық адамдарды кіргізгенде телефонымен мені де кіргізбесе, мен осылай отырам. Тек қана менің көзімді алдау үшін кейбіреулердің телефондарын ячейкаларға тықты. Шынтуайтқа келгенде барлық адамдар менің көзім таса болса, мен видеоға түсіріп алмасам, өкінішке орай мен бүгін күні бойы мұнда отырсам да, видеоға соны түсірген жоқпын. Барлықтары телефонмен өтіп жатыр. Өйткені сондай заң жоқ. Вот мінекей, мен екінші сорт адам болғым келмейді, сондықтан Сқақов кет, не адамдарды алаламай, рұқсат бер. Мінекей Тоқаев мырза, Сқақов адамдарды алалап, адамдарды сорт-сортқа бөліп, бір адамдар осы есікке кіруге болады, бір адамдар кім несі жоқ, екінші сорт адамдар, олар басқа есіктен кіру керек. Осындай масқара болып